Өр Алтайдың өр тұлғалы Өрдебай батыры. Авторы Рысбек Дүнгенбайұлы. Көктоғай шіңгілдегі ер қазақтың ерлігінің ескерткішінде болған. Дабыл, бұлаң дүние, қайқая шапқан қарагер романдарында аты аталмай қалған, елі үшін еңіреп туып, кеудесін оққа төсеген бір топ асыл азаматтарымыз бар еді. Солардың бірі де бірегейі, Оспанның өзі, қайтпас қара төбетім деп еркелеткен, аты аңызға айналған Өр Алтайдың өр тұлғалы Өрдебай батыр еді. Өрдебай Баянбайұлы, Абақ-Керейдің Базарқұл руының Қоңдыбай атасынан тарайтын батыр. 2003 жылы 97 жасында қайтыс болған. Қабірі Шіңгіл ауданы Ағашоба ауылдығының Ақжар деген жерінде. Марқұмды қайтыс болғанда жуындырғалы сүйекке түскен кісілер денесінің 17 жерінен оқ тиіп, тыртық болып қалған жерді көріп, талай ажалдан аман қалған деп таңырқасқан екен. Ағашобаның арғы жағындағы жазықта бір топ халық жасағын санатып, машық жасатып жатады. Қастарына ұзын торы аты бар Өрдебай ақсақал жетіп келеді. Ол кезде 80-ге таяп қалған кез екен. Кәрі мергеннің өнерін көрейік, қане, нысана атыңыз деп азаматтар кәу-кәулеп қолға салады ғой. Мылтыққа 5 тал оқты салып, арғы жаққа біраз шегініп, қайтадан алдыға қарай қорбаңдап жүгіріп келе жатып, бір тізесі бүгіле-бүгілмесен тарс-тұрс еткізіп оқ шығарады. Артынан жігіттер барып қараса, 5 оқты бірдей нөлдің ортасынан өткізіп жіберіпті. Жау сендерді асықпай жатып, дәлдеп атсын деп тосып отыра ма, деп мысқылдай күліп, атына қарай аяңдай бара жатқан Өрдебайдың артынан топты адам тамсана да таңырқай да қарай береді. Әкесі Баянбай да жүрегінің түгі бар айтулы батырлардың бірі екен. Алтайды шулатқан дүнген төңкерісін кезінде болса керек, қасында жас баласы Өрдебайды ертіп, ауылына шауып кеткен қарақшылардың соңынан түседі. 7-8-ден қырып салып, тіріде жараланғанын қолға түскен біреуін тізерлетіп отырғызып, тамағынан малша бауыздап, аққан қанына уысын тосып тұрып баласы Өрдебайға ішкізеді. Көкжал қасқырдың бөлтірігін ауыздырғандай, осы істен кейін өлімнен қорқу, жаудан жасқану дегенді білмей кеттім деп айтып отыратын, депті қасында жүріп көзі көрген кісілер. Қасында бір жолдасы бар. Өрдебай Бәйтіктің жолына жатқан сарбаздардан хабар алып, Шіңгілдің бүркіттісінде жатқан өз қосынына қайтады. Ол кезде Дабылсын, Дөңді, Шағанқол тоған Гоминдан әскерлер еді. Моңғолия шекарасын бойлап, 3 қызды жағалап, Бұлғыннан өтіп, Сары бұлақтан шығып, Жамадының жазығына келгенде жанындағы жолдасына: «Тыныш кетпей, Шағанқолдағы әскерді бір шулатып кетейік», дейді алақаны қышып. Ақырын жағалап келіп, жалтыр тастың қырынан келіп түседі. Олардың қарасын алыстан көрген жаулар да бұғы қамаған астындағы қалың талды паналап келіп, бұларға қоршауға алады. Оларды байқап қалған Өрдекең жолдасын жолға тастауды намыс көріп: «Сен кете бер, бұлардың әуселесін мен көрейін, болмаса біріміз арт жағына хабар берейік», дейді. Қасқая оларға қарсы жүреді, түк білмегенсіп. Соның арасынша 10 шақты атты әскер қоршап алады. Қорқып, бағынған адамға ұқсап, мойындағы мылтығын бір көтеріп, жерге тастайды да тұра қалады. Масаттанған олар тіріде қолға түсірмек болып, әбден қасына келгенде, ұзын шапанның ішінен жасырып алған қос мәуізірін көз ілестірмей жылдамдықпен жұлып алып, екі жаққа кезек шайқап, 3-4-еуін аттан қалпақша ұшырады. Қалғаны есін жинап болғанша, астындағы көк ала атын бір-біріне сытыла жөнеледі. Артына қарап жамбастай жатып,
Ол қуып келе жатқан 5-6 ауды жер жастандырады. Мылтық даусын естіген 20-дай әскер дереу құрылып, артынан қалмай өкшеле қуады. Егінді бұлақты қайқая шауып, Өрдекең бір тұмсықтан тосып тұрып, артынан қуып, іркес-тіркес жетіп келгендерді бір-ақ жайпайды да, бір өзі 30-дай әскерді ажал құштырып, аман-есен жолдастарына қарай қосылады. Қазақ сарбаздарының секбұлтай шаңқанда жатқан кез екен. Оспанның орналастыруымен қасында 2 мықты жігіт ертіп, Өрдебай Моңғолия шекарасын шолып, хабар алып келуге аттанады. Түн ортасы ауа, жолға шыққан олар ертесі кешке Болғынға жетеді. Үлкен бұйра теріскейде бір мосы ағаш бар еді. Сол жерге келіп, ертесі күндіз бір күн қарауылдап жатады. Кешкісін қараңғы түсе, аттарын тастап тығылып, Моңғолия шекарасынан өтіп, үлкен жалтыр қақпа тастан 2-і түсіп, енді біреуі түсе бергенде 100-дей моңғолдың әскері қоршап алып қолға түсіреді. Сөйтсе, күндіз қарасын көріп, аңдып тосып отырыпты. Ары 2 күн айдап апарып, бір көк үйге апарып сұрақ қалады. Не қылған адамсыңдар? Елшілікке келгенбіз. Елшілік белгілерін қане дегенде, Өрдекең сақтық үшін аршадан ойып алған жалған таңбаны көрсетеді. Содан кейін есігі шарбақ темірмен бекітілген абақты сияқты үйге апарып қамайды. Күзетте 15-ке таяу әскер қалып, қалғаны артқы жағында тағы адамдар бар мекен деп шекара жаққа аттанады. Өрдебайдың қасындағы ителі жігіт те қатты қармаулы дейді. Түн ортасындағы қолдағы көздердің шынжырын 2 жақтап бұрап үзеді де, екеулеп темір есікті жұлып алып, ақырын далаға шығады. Шалдырлаған аяқтағы кісеннің дауысын естіп қоймасын деп киізбен орап алады. Қараса 2 күзетші бір-біріне сүйеніп ұйықтап отыр екен. Екеуіне түлкіге түскен қыранша бүктеп өлтіреді. Сол кезде ішінде жатқандар да оянып кетіп, жүгіріп далаға шығады. Шыққаннан бірден ұрып, әп-сәтте айқас басталып кетеді. Өрдекең бір қарағанда жолдасын 2 әскер шығып алып тепкілеп жатады. Арсанша атылған ол екеуін 2 ұрып жығады. Бірдемде 15 әскерді жосатып тастап, аяқтарында кісенді шағып ашып, 3 түйеге азық-түлік пен құралды артып, 2 атқа мініп, Бәйтік жақ шетіндегі жаттық жерден асып түсіп, Өр-Алтайды бетке алып жүріп келеді. Өр-Алтайдағы көтеріліс жасаған қазақтарды түп-түқиянымен құртып, Оспанды тірі ұстап алдыма алып келіңдер деп қатаң бұйрық беріп, Шындубан Өр-Алтайға 12 000 әскер аттандырады. Жазғы тұрымға уақыт екен. Бұл істен хабар тапқан Оспан сарбаздарын жинап ақыл құрайды. Ақыры қараң түңкеден тосып соққылау бекіміне келеді. Көзіне от шашып қаһарланған Оспан батыр тар жерде ақыл тапқыш, жүректі ақанға бұрылып, қасыңа Өрдебайды қосып берейін, жаудың ішіне кіріп бір тіл алып кел дейді. Кеш батып қараңғы түскен соң, қос батыр бір ағынды құлдап жау тобына таяйды. Саптама етіктің тарпылдаған дауысынан сезіліп қаламыз деп шешіп тастап, киіз байпақпен баспалай жақындайды. 2 қабақтың 2 шетінде күзетте тұрған 2 әскерге мылтығын кезеген ақан Өрдебайға сыбырлай сөйлеп: «Сен ана 2 әскердің ортасындағы жырамен құлдап барып, топты әскерге барып, ыңғайынан қарап көр. Егер анау екеуі сені байқап қалса, атып түсіремін. Сен тез қайтып кел» дейді. Ақырын жамбастай жылжыған Өрдекең екеуіне көрінбей, топты әскердің ішіне барып, оңтайлы бір жерде бұғып отырады. Қалқиып шетке шығып, дәретке отырып тұрған біреуінің үнін шығармай сап беріп ұстап, оң қолында білегімен иегінің астынан қылқындыра ұстап, сол қолындағы аузын басып, жамбастай сүйреп, үнін шығармай ақанның қасына алып келеді. Қарулы қалың әскердің ішіне жалғыз кіріп,
бейне бір қоралы қойдың ішіндегі қозыны қолтығына қысып алып кеткен аюдай болған бұл ерлік бәлкім Өрдебайдың ғана қолынан келетін шығар. Оспан оған сенгеннен кейін де жұмсап отырған шығар. Екеуі тұтқынды алып қос сарына келеді. Қараса жастау ұйғыр жігіт екен. Қорыққаннан дірілдеп кеткен. Жаңы фамилиялы әскер бастық бастап келеді. Ертең екіге бөлініп, жартысы Көктоғайға, жартысы Шіңгілге бармақ деп барлық жағдайды айтып береді. Ертесі Оспан ақынды басшы сайлап, қасына ылғи сен тұр мен атайын деген сайдың тасындай іріктелген 20 жігітті қосып беріп, жаудың алдын тосуға аттандырады. Табақты пулеметті Өрдебайға ұстатып, 2 жігітке оқ тізіп беріңдер деп тапсырады. Түнімен басқа жігіттер жаудың жолына окоп қазып дайындап қойған екен. Көп ұзамай қалың көк бөрте жау құмырсқаша құжынап, бұларға қарай таяп келеді. Ұстамасы ұстаған Өрдебай батыр аузынан қанды көбік атып, селкілдеп, атам, қырам деп тоқтамай кетеді. Болмайды, әбден таясын деген ақан 2 жігітке Өрдебайдың иығынан басып отырыңдар дейді. Әбден таяғанда ақанның мылтығы шаңқ етіп, алдында келе жатқан біреуін жалп еткізеді. Тарс-тұрс зіл-зала соғыс басталып кетеді. Өрдекең пулеметін бір шайқағанда жау шалғымен шапқан шөптей жапырыла жығылады. Тоқтаңдар деген бұйрық берген ақан жолдастарына қарап, аналар өліктерің арасынан бері оңаша шықсын. Қайсысы өлі, қайсысы тірі білмей қапыда қаламыз деді. Өлерменде шабуылдап келе жатқандардың алдына пулеметін тағы бір шайқаған Өрдебай оларды бауша түсіреді. Бір кезде ақан да Өрдебай да байқап қалады. Жаудың біреуі жыраға түсіп кетеді. Ол жыраның басы сарбаздар отырған жерге келіп тіреледі екен. Соның арасынша әлгі жыраның басына бір әскер шыға келеді. Окоптың ернеуіне қолына мылтық алып секіріп шыққан Өрдебай оны атады. Анау да атады. Екеуі де қатар жығылады. Сол қолы тиген оқ батырдың оң жақ бұғанасының астынан кіріп, жауырынның басын шағып шығып кетеді. Есін тез жинаған есілер, мен бәрі бір өлген жоқпын. Жастығымды ала жатайын деп, пулеметімен бірнеше мылтыққа оқ толтырып беріп, сендер шегініп кетіндер, менің қорғай тұрайын дейді. Оған жолдастары қосылмайды. Өлсек бір шұңқырда боламыз деп, соғыс тіпті қиян-кескі қызып, жау жақ басып кетуге таяйды. Сол шақта артқы жақтан әйгілі Сұлубай батыр келіп қалады. Жаралы Өрдебайды алдына балаша көтерген Сұлубай артқы жақтағы қабақтың астында байлаулы отырған көк атының қасына келіп, өңгеріп алып, тұра шауып барып, киіз үйдей тасты паналап тұра қалады. Тасқа тиген оқтан көк түтін көтеріліп, шаң тозан болып кетеді. Осы орайда сын етіп, жаңбырша жауған оқтың арасынан шығып құтылып кетеді. Сол Сұлубай мінген көк ат әйгілі Пұшпақбайдың көгі болуы мүмкін. Оқ деген жарасының ішінде мылтықтың қара дәрісін салып, оған от тамызып күйдіріп, құрым киізбен мықтап таңып тастағанда қыңқ етіп бір дыбыс шығармады деп басы қасында болғандар батырдың қайсарлығына таңырқасып отырады. Сол реткі сұрапыл соғыс 3 күн 3 түнге жалғасып, 12.000 әскерден 5-600 ғана қашып құтылады. Қалғаны бір-ақ қырылып, Өр-Алтайдың даласы жемтікке толып, қан сасып қалған деседі. Сол соғыс аяқталған күннің ертесі Сұлубай батыр Өрдебайды атқан жаудың сүйегін арнаулы барып көреді. Ол оқ дәл шекесіне тиіп, миының быт-шыты шығып кетіпті. Үстіндегі киімі де өзгерден бөлек, шенді шекпенді біреу екен. Әлгі жан фамилиялы әскер басы сол болса керек. 1985 жылы қыста біздің үй Шіңгілдің Бәйшің деген жерінде отыратын Аян баланың немересі
менің ұлы әкем Қасен Қапайұлы қайтыс болады. Жаназа намазға қанды көйлек жолдасы Өрдебай батыр да келіпті. Мен ол кезде бала едім. Содан бері 40 жыл өтсе де әлі көз алдында. Төрт бұрыш қара сұр адам есік алдында жейденің сыртынан ұзын ақ шапан жамылып, қолын жуып дәрет алып отырған. Ауылдың денесі ірі жігіттері ойпырмай, мына кісінің білегі біздің санымызда екен деп таңырқасып жатты. Құралайды көзге ататын мерген, алып қара күштің иесі, шіліңгір ұста, жау жүрек батыр атамызды бұл менің тұңғыш көруім еді. Қазақтың қарагөз ұрпақтары мен сүйемдей жері үшін ереулі атқа ер салып, егеулі найза қолға алған батырлардың ерлігін ертеңгі ұрпаққа жеткізу біздің қасиетті борышымыз. Сол арманның жетегінде халық арасынан осы әңгімені жинап сіздерге жеткізіп отырмын. Оқыған Аңсар Рысбекұлы.